Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамы 3 қана заттан тұратын, өте жеңіл, нағыз диета ұстап жатқан жандарға арналған салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде асықпай, өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті 500 грамм капуста, 1 қызылша, 1 сәбіз, 2 тісше чеснок және кішкене укроп қажет болады. Капустамызды алып, осы видеодағыдай жіңішке ұзын етіп турап шығамыз. Барынша жіңішке болса, сонша әдемі көрінетін болады. Капустамыздың барлығын турап болғаннан кейін бір ыдысымызға салып, дәміне қарай тұз салып, қолымызбен осылай жақсылап езетін боламыз. Сонда біздің капустамыз кішкене өліп, жеуге өте әдемі болады. Бізге осындай сәбіз өткізетін үккіш қажет болады. Осыдан қызылша екеуін осылай сопақ-сопақ етіп өткізіп аламыз. Егер бұндай болмайтын болса, кәдімгі үккішті пайдалансаңыздар болады. Капустамыздың үстінен сәбізбен қызылшамызды саламыз. Осылайша 2 тісше чесногымызды майдалап үккіштен өткізіп жібереміз, немесе ұсақтап турап алсаңыздар болады. Үстінен укропты майдалап турап, жарты шай қасық кориандр қосамыз. Және де бізге зәйтүн майы қажет болады. Толық грамдарының барлығын описанияға жазып қалдырып кетемін. Тақырып тұрған жерді бассаңыздар, описания бөліміне өте аласыздар. Барлығын осылайша қолмен жақсылап араластырып аламыз. Өздеріңіз дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Мен қосқан жоқпын, себебі жаңа капустаны өлтірген кезде жетерліктей тұз қосып алдым. Барлығын жақсылап араластырып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып ұсынсаңыздар, дәмі өте керемет болады. Достар, қазақша контенттің және де менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, астына өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, және де WhatsApp желісінде өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Құрамы да жасалу жолы да оп-оңай, бар жоғы 10 минут уақыттарыңызды алады. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған арайлым.